Бәріне сәлем, сіздермен қысқаша кино. Бүгін біз 2019 жылғы Тайна Мосли қиял ғажайып мультфильмін қысқаша айтып беретін боламын. Аукционда беймаз фермерлерді жылқыларға немесе қашарларға қарағанда жерді әлдеқайда тиімді жыртатын жаңа жануарлар үшін саудаласуға шақырады. Мұнда тарифанттар алға шықты. Олардың арқалары күшті, аяқтары қалың. Бірақ тарифанттардың басты қасиеті олар сөйлей алады. Саудагерлер сәбиді тепкілеп көпшілікке оның есімі Мосли екенін айтты. Анасы жылай бастады. Кішкентай тарифант үшін қызу күрес басталды. Масли 800 теңге сатылып, бірден анасынан айырылды. Содан бері 25 жыл өтті. Маслидің өзі отбасы құрды. Күн сайын шаршаған жануар кең далада аянбай еңбек етіп, соқат тартуға мәжбүр болады. Баласы Ру есейгенше жүгіріп ойнай алады. Содан кейін ол адамның құлы болып өмірінің соңына дейін жер жыртады. Тағы бір қарт тарифант турпен жылжымалы дәріханасы бар үлкен арбаны сүйреп келе жатыр. Бірақ Гермет фермерінің текті тұқымы қызықтырады. Әкесі баласына өзін тыныш ұстауын, адамдардың назарын аудармауын ескертеді. Бірақ беймаз тарифантты алып кетуге келген. Ол қазірдің өзінде оны аукционда сатуға жеткілікті түрде өсті. Алайда Саймон саудагерге жоқ деп жауап береді. Сондай-ақ саудагер бос жатқан егістікте жұмыс істеуін айтады. Масли қожайынына бұлай жасамауға кеңес берді. Саймонның жанындағы адамдар жануарының кеңесіне күліп мазақ етеді. Жауап ретінде жауыз адам жануарға тас лақтырып, аузын жабуды бұйырды. Вера қайтадан жүкті болды. Ол Маслиге ұл немесе қыз кім болатын болжауды сынады. Жануар ақыры демалу үшін жата бастағанда баласы сайдың жанындағы жаңа қоймасына қарауды сұрайды. Вера Маслиді ұлымен бірге баруды көндірді. Ру әкесін дұрыс жерге апарып, терең шұңқырға сүңгіп кетті. Маслиде құлап, ерекше суреттері бар үлкен үңгірге түсті. Оларда тарифанттар бейнеленген, тек олар тік тұрып, адамдар сияқты қолдары бар. Суреттерде жануарлар құбыр тартып, құбыр ойнап жүр. Әрі қарай не болып жатқанын Ру білмейді. Әйтеуір от шыбындары ол жаққа ұшудан бас тартты. Масли мұндай тарифанттарды бала кезінде көрген есіне алды. Оларды Турбин мырза салған. Бұл олардың ата-бабалары. Кейбіреулер қатыгез адамдардан қашу үшін солтүстікке кетті. Ал басқалары осында қалып, уақыт өте келе өзгерді. Кейбір тарифанттар 3 метрлік алыптар күшті қолдарымен оралып, бүгілген туыстарын құтқарады деп сенеді. Бірнеше жылдан кейін Масли бір күні болады деген үмітін үзді. Алайда Вера бұл екі аяқтылардың бар екенінің дәлелі үңгір деп санайды. Бірақ Масли үңгірді зерттегісі келмейді. Ертең оның жаңа қиын күні болады. Беймаз фермерді көндіре алды, және келесі тарифант дүниеге келгенде Руды беретініне келісті. Вера Маслиден кем дегенде бірдеңе жасап үңгірді зерттеуін өтінеді. Олар тәуекелге бару керек, әйтпесе олар ұлынан айырылады. Келесі күні Саймон Маслиді жақын жердегі егістікті жыртуға мәжбүр етті. Бірақ жануар соқаны орнынан қозғата алмайды. Фермер оны бар күшімен қамшысымен ұрды. Бірақ бәрі сақаның сынуымен аяқталды. Шаршап шалдыққан Масли әйелінің сөзін есіне алып, қышқысын өзіне лақтырды. Бүлікші тарифант үңгірге оралып, бәрін анықтағалы жатыр. Масли қаша бастады. Адамдар оны қуып жетуге тырысады. Бірақ орманда қашқынның артында саудагерлердің үштігі тұр. Масли иесінен жасырынып қалды. Саймон одан кетпеуін өтінді. Бірақ тарифант берілмеді. Кешке ашуланған адам сарайды құлыппен жауып тастады. Беймаз бұл үшін де қосымша ақша табуды ұйғарды. Таңертең мұнда найзағайды әкеліп, ол Маслиді қайтарады, және олар табылған жануар үшін қарттың ақшасын жұлып алады. Бүкіл қала дәрі-дәрмектері мүлдем жұмыс істемейтін шарлатанға шабуыл жасады. Мен сенің жақпаңды сүйілме жағып жібердім, ол мүйізіме айналды деп тиіседі. Найзағай бүгін қашып кеткен жануарды тауып алып, оның мүйізін кесіп тастады. Бейшара тарифант екі аяқты суреттері бар үңгірді тауып алып, ол қақпан болып шықты. Масли бұл туралы жапырақтарға себілген терең шұңқырға құлаған кезде білді. Мүйіздер мен аралар бірден ілулі тұрды. Таңертең фермаға найзағайшы келді. Қашқын тарифанттарға ұстауға маманданған аңшы және жол іздеуші. Ру қорадан шығып үлгерді де орманға қарай, бірақ қарт Турпин оны тоқтатты. Әйтпесе ол да найзағаймен бетпе-бет келуі керек еді. Беймастың көмекшілері найзағайдың жұмысына қарап, аңшының соңынан еруге қызығушылық танытты. Ол Маслиді күткен жерінен тапты. Сен Саймонға қайта ораласың, бірақ алдымен мен кәде сыйымды аламын деп қорқытады. Екеуі үңгірдегі суреттерді дауылпаздың өзі ақымақ тарихшыларды осында азғырту үшін салғанына сенімді. Кенет Ови бірдеңеден қорқып шұңқырға секіріп кетті. Масли оны итеріп жіберді де ақыры жоғарға көтеріле алды. Екінші шарлатанды шұңқырға тастап жіберді. Масли үңгірдің бойымен жан-жағына жүгіріп өтіп, сарқыраманың алдына келді. Өз өмірін қатерге тігіп, төбешіктен төбеге секіруге мәжбүр болды. Өйткені аңшы оған садақпен оқ жаудыра бастады. Тарифантты от шыбыны құтқарды. Бірақ Масли шартастың шетінде қалықтап қалды. Енді тұяқтың орнына саусақтары оған зиян тигізбейтіні сөзсіз. Қашқын әлі де қарсы тұра алмай, тұңғиыққа ұшып кетті. Найзағай арқанмен төмен түсті, бірақ жануардың денесін еш жерден таппады. Масли жиһаздары, терезелері мен ыдыс-аяқтары бар үңгірге оянды. Дәліздерден жүгіріп келе жатып, ол біреудің
дауысын естіп, кенеттен өзін үлкен залда тапты. Бөлмеге нағыз тік тұрған тарифанттар кірді. Олар киінген, қолымен таяқ ұстап тұрғанын көрді. Маслиді екі аяқты қария тауып алып, онымен бірге кішкентай баладай қыбырлай бастады. Шуға тағы екі тарифант жүгіріп келді. Олар біздің кейіпкерімізді таяқпен қорқытады, және оның олар сияқты екеніне сенбейді. Дәл солай дерлік, сен неге жалаңашсың деп сұрақ қоя бастайды. Маслиге тұруын сұрайды, олар тұра алмайтынын түсінеді. Арни Гибер бауырлар және олардың қауымының ақсақалдары, олар мұнда есі кем қарт Геленнің кесірінен оралды. Оны Масли сияқты от шыбындары осында келді. Таяқтыны адамдар оларды өлтірмегенін, бірақ оларды ауыр жұмысқа пайдалану үшін құлдыққа айналдырғанын айтты. Екі аяқтылар әскер жинап, олардың бостандығын табуға көмектесу керек. Верни мен Гибер көмектесуге келісті. Сонымен бірге кішкентай Ру фермадағы әкесінің орнын басуға тырысады, бірақ оның әлі күші жетпейді. Еркін тарифаншылар қаласына бара жолда Гибер саусақтарымен мақтанып, олардың әрқайсысының не үшін қажет екенін айтады. Ол және оның ағасы 100 жаста, ал қарт Гелен әдетте 200-ден асады. Көп ұзамай найзағай ескі тарифанттардың жасырын панасын тапты. Саяхатшылар қасиетті орманға жеткенше 2 күн жаяу жүрді, бірақ оны айналып өтуге тура келеді. Өйткені оның қарғысқа ұшырағаны туралы аңыздар бар. Өмір осы жерден басталды, бірақ сол жерден ол бүкіл әлем тарады. Қазір оның ішінде тірі ештеңе қалмады. Бұнда Масли төнелге назар аударды. Мүмкін, егер сіз орманның астынан өтсеңіз, олар қарғыстан құтыла алады. Тарифанттар тәуекелге бел буып, бірақ содан кейін ағаштар олардың жолын жауып, жер астына түсе бастады. Ағайындылар шығып, орманнан шығуға асықты. Масли қартты арқасына салып, барлығы жүгіріп шығып, соңғы сәтте қашып үлгерді. Ол үлкен ағашқа соғылып кете жаздаған кезде қартты тағы бір рет құтқарады. Олар әлі де айналып өтуге мәжбүр болады. Масли өз отбасын қатты сағынды, бірақ ол бүкіл әскермен оралып, оларды босатады деген ойға қатты қуанды. Турбинде солай болады деп үміттенеді. Ол сәбиге екі аяқты үлкен тарифанттар адамдарды қалай жеңетінін және туыстарының құлдық шынжырлардан қалай босатылатынын көрсетті. Түнде Гелен от шыбындардың артынан бір жерге барды. Қалған тарифанттар оның соңынан еруге бел буды. Олар қартты құтқарып, оның жардан құлап кетуіне жол бермеді. Олардың лагері жаңа ғана дауылпазды тауып алып, жануарлардың дауысын естіді. Ағайындылар онымен күресуге тырысады. Қарт болса Маслиден от шыбындарына сеніп, олардың соңынан еруін сұрайды. Тарифант бір қадам алға басып, құлап қалған жоқ, оны Геленмен бірге от шыбындары алып, алға қарай алып кетті. Олардың артынан ағалары ерді. Осылайша олар қарғыс сатқан орманның үстінен аман-есен өте алды. Таңертең Масли алдына екі аяқты тарифанттардың үлкен қаласын көрді. Қуана алға ұмтылып, жергілікті тұрғындарды толқытты. Масли біраз уақыттан кейін ғана мұндағы барлық тарифанттардың әлсіз қарт адамдар екенін, олардың көпшілігі әрең қозғалатынын байқады. Варни осы уақыт бойы одан шындықты жасырып келген. Олар өліп жатыр. Мұнда 100 жылдан астам уақыт бойы бірде бір бала дүниеге келген жоқ. Варни Гибер бұл қалада ең жас. Көп ұзамай олардың халқы мәңгілікке жойылады. Шамасы қарғыс осылай жұмыс істейді. Адамдар сындырған жануарларға ұқсамайтындардың бәрін азғын дейді. Беймас хабаршы тауып алып, оның ескі тарифантты құрылыс алаңда жұмыс істеу үшін сатып алғысы келетінін хабарлады. Сондықтан Турбин кішкентай Румен қоштасып, оның тағдырын қабылдауға мәжбүр болды. Кетіп бара жатып, ол екі аяқты тарифанттардың бар жоғын білмейтінін мойындады. Масли жаңа достармен бірге, патшайыммен бірге кездесуге келді. Тұрғындар қонақты қоршап алып, қолдарын арқасына қойды. Олар езілген туыстарына көмектесудің орнына ұзақ уақыт бойы осында болғанына өкінеді. Әлсіздігіне қарамастан тарифанттар олар үшін күреседі. Осы кезде қала қабырғаларына бір аңшы келді. Аяқтары дірілдеп, буындары сықырлап, тарифанттар шабуылға шықты. Гелен найзағайға жүзім лақтырды. Сол жауап ретінде нысанаға дәл тиген жебені жіберді. Жараланған қартты ғибадатханаға апарып, сол жерде қайтыс болды. Масли ашуланып найзағаймен күресуге бел буды. От шыбындары оған аңшыны қарғыс сатқан орманға апаруды бұйырды. Тұрғындар үйлеріне тығылды. Ал патшайым Маслиге ормандағы жалғыз тірі ағашты тауып, оның жемісін жеуді бұйырды. Сонда қарғыс оны тастап кетеді. Осы уақытта Вераның фермасында босану басталды. Ол ұлынан Саймонды көмекке шақыруын өтінді. Ер адам оянғысы келмеді. Сондықтан Ру оны сумен оятуға мәжбүр болды. Саймон бірден тарифант аналығын босандыру үшін бірден қораға барды. Таңертең аңшыны қалаға кіргізіп, Маслиге қарай бет алды. Тарифант қорқынышын жеңіп, орманға терең жүгіруге мәжбүр болды. Ол от шыбындардың соңынан еріп, жебелерден жалтару керек. Жарқыраған көмекшілер Маслиді тірі қалған соңғы ағашқа апарды. Бірақ сол кезде оның аяғына жебе тиеді. Сол серік қашып кетпей жүгіріп келе жатып, найзағайды қағып оны аяғынан дәнекерледі. Ер адам мен тарифанттың арасында төбелес басталды. Аңшы жануарды ер тоқымға отырғызды. Бірақ Масли арқасымен құлап, аңшыны басып қалды. Ол тарифантты арқанмен ұстамақ болды, бірақ басынан тағы бір күшті соққы алды. Масли ағашқа қарай жүгіреді де нысанаға өте жақын болды. Бірақ содан кейін оның бүйіріне тағы бір жебе тиді. От шыбындары жарқырауын тоқтатып, ауыр жараланған жануар құлап кетті.
Масли өзінің отбасы барын айтады. Маған бәрібір деп найзағай Маслиді аяқтау үшін жіпті тартты. Бірақ содан кейін оның басына мыңдаған от шыбындарынан тұратын отты қылыш қайта орналастырылды. Орман жарқырап жанып тұрды. Күшті жарық бағанасы аспанға көтерілді. Жарық аңшыны шетке лақтырылды. Ал Масли сиқырлы жарқыраған бұлтқа оранды. Содан кейін ол барлық от шыбындарымен бірге жоғалып кетті. Найзағай орманның ортасында қараңғыда жалғыз қалды, және бұл одан ешқашан шыға алмайды. Орман күзетшісі Маслиді ғибадатханаға қайта қайтарып, жараларын емдеп не қалайтынын сұрады. Дарифант өз отбасына бостандық сұрады, ал мистикалық жаратылыс оған жеміс берді. Вера қызды дүниеге әкелді, және сендіруге сәйкес Ру енді сату үшін аукционға жіберілу керек. Беймас сәбиді қарға бауымен алып кетті, ал Вера қашқынның орнына жер жыртады. Бірақ содан кейін Масли екі аяғымен сенімді қадамымен сүйіктісіне жақындады. Қолдар үлкен, бойы 3 метрлік алпауыт отбасына қайтып келіп, оларға сиқырлы жеміс берді. Саймон қамшысын бұлғады, бірақ Масли оның қолын көтеріп бір жаққа қойды. Ру әкесіне қарай жүгірді. Ол қолымен құшақтап алды. Ол жаңа туған нәрестесін құшақтап алды. Отбасының әрбір мүшесіне жемістің бір бөлігін тістеп алып, тік жүретін тафантқа айналды. Кетіп бара жатып, бүкіл өмірін өткізген фермаға соңғы рет көз жүгіртті, және отбасымен бірге еркін тарифанттар қаласына барды.